Кейде бұл өмірде жалғыз қалғандай боласың. Өмірлік серігіңді еш уақытта жолықтырмайтындай сезімде боласың. Біреулерге Құдай бақыт бере салады. Енді біреулердің өмірі азапқа толы болатын емес. Бақытқа лайық екеніңді қалай дәлелдейсің? Қайтсем бар қиындықты жеңіп, махаббат сезіміне бөлін. Бұл мүмкін бе? Әр әйел затының әйел бақытына құқы бар емес пе? Тек әркімнің оған барар жолы әрқилы. Ардақ пен Кәмшат әпкелі сіңлілі қыздар. Әке шешелері жол апатынан қайтыс болған соң қыздар балалар үйінде өсті. Ардақ кәмелет жасқа толғанда интернаттан шығып есепші болып жұмысқа орналасады. Бірер жылдан кейін күйеуге тиеді. Сіңлісі Кәмшаттың балалар үйінен шығатын уақыты келгенде, ол әпкесімен бірге тұрғысы келмей, оқу орнындағы жатақханада қалады. Алайда өмірінде біраз өзгеріс болған секілді. Бір күні Кәмшат заттарын алып әпкесінің үйіне келеді. Кім болды екен? Есікті ашып қарайын. Кәмшат, қалайсың? Қайдан жүрсің? Қазір сабақта болуың керек емес пе еді? Не болды соншалықты, жақтырып өтірсің ба? Енді сіңіліңді осылай қарсы алмайтын шығарсың? Жаным ау, қуанғаным ғой. Бірақ аяқ астынан чемоданыңды жинап келгеніңді айтып тұрмын. Тыныштық па өзі? Тыныштық. Уайымдамашы. Дұрыс қой бәрі. Дұрыс. Онда жарайды, киіміңді шеше ғой, жайғаса ғой. Шайыңды ішіп келе ғой. Керемет үйлерің. Иә. Әке шешеміз қайтыс болғаннан кейін мен барынша Кәмшатқа көңіл бөлуге тырыстым. Оны бағып, қорғап жүретін едім. Ал Кәмшат бойжеткелі маған тіпті қарамайтынды да шығарды. Ол өз бетімен өмір сүргісі келіп жатақханаға кетіп қалған болатын. Енді аяқ асты үйіме келіп тұрған қызық болды. Қалай жағдайың? Жақсы, жағдайым, өзің қалайсың? Жақсы бәрі. Жаурамай жүрсің ба? Жоқ, жаураған жоқпын. Бәрі дұрыс па әйтеуір? Қарның ашып жүрген жоқ па? Енді өзің білесің ғой, студент кезде қандай күндерді кешетін. Иә, дұрыс айтасың. Енді Ардақ, өзің ойлашы, жатақхананың жағдайын өзің примерно білетін шығарсың. Бір бөлмеде миллион адам тұрады, шомылуға мұрсат жоқ. Короче, жалғыз кеттім жатақханада. Жаным ау, керемет үйде тұру үшін тұрмысқа шықта, бала тауып үйде отыр. Ардақ, мен қазір тұрмысқа шыққым келмейді. Мен сені түсінбедім. Үйіңе кіргізесің ба, кіргізбейсің ба? Жаным ау, ашуланбашы енді. Кәмшат, ашуланбашы енді. Енді өзің ғой қайдағы сұрақ қой. Жарайды енді, мен Саматпен сөйлесіп. Жақтыртпайсың бәлде? Жоқ, жақтырамын ғой жаным ау. Саматпен сөйлесейін. Сен оған дейін түпкі бөлмеге кіріп жайғаса ғой, жарайды ма? Шынымен ба? Әрине жаным ау. Рахмет. Жайғаса ғой. Мен сені жақсы көрем. Қанша жылдан бері Ардақтың өміріне ірткі салмай келем. Бір түсінбейтінім, өзінің бір туған сіңілісіне қиналған кезде бір рет болсын қол ұшын беруге болады ғой. Оны түсінем, әрине. Ол қазір бір керемет жұмақта өмір сүреді. Өйткені оған күйеуі барлық жағдайды жасап қойған. Ал күйеуіне келетін болсақ, бір оңбаған пасық адам десем болады. Өзін бір олигарх сияқты сезінеді. Кәмшаттың аяқ асты үйге келген ыңғайсыз болды. Жоқ, мен өзімді айтпаймын. Самат үйге келген қонақты жақтырмаушы еді. Біреу біраз уақытқа үйге келеді деген десте айтарға сөзім жоқ. Қарсы болатын сияқты.
Ал Кәмшат өз айтқанынан қайтпайды. Не істерімді білмеймін. Ардақ сіңлісінің үйге аяқ асты келгенін күйеуіне қалай айтарын білмей, уайымдап жүргенде Кәмшат еш қысылмай үйге орналасып алған көрінеді. Ол жездесінің рұқсат ететініне еш күмәнданба. Кешке қарай шаршап шалдыққан Кәмшат ұйықтап қалады. Ал Ардақ болса, тамақ әзірлеп, күйеуінің жұмыстан оралғанын күтеді. Тамағың дайын ба? Жаным, келдің ба? Қалайсың? Қалай жағдайың? Жақсы, Құдайға шүкір, аман. Келе ғой, тамақ дайын барлығы. Қолыңды жуда, отыра ғой. Қолымды осы жерде жуасалаңыз, тамағың дайын болса. Жарайды, жаным, осы жерде жусаң да болады. Кел, отыра ғой, тамақ дайын. Так, орамалың қайда енді? Міне. Осы сен сразу дайындап қоймайсың орамалды, Қашан қайта берем, осы орамал дайын тұру керек, мен қол жуғанда. Кел енді, тамағың дайын болса. Әрине. Көрейік тамағыңды. Жұмыстарың қалай, жаным? Ой, жұмысты айтпаш. Ардақ, жұмысты айтпаш. Шаршадым. Таңертеңнен кешке дейін сол жұмыс деп уже. Мен уже шаршадым уже. Бастығың қалай? Ой, бастық. Ашуланып. Күнде ауысып отыр. Осы жастарға беріп жатыр биліктің бәрін. Көреміз. Міне, тамақ дайын. Тамағың рахмет, тамағың дайын айтыр. Оған да шүкір айтыр. Үйге келіп осы тамақ жеуге асығам. Әрине, жаным. Жаным, Самат, сенімен сөйлесетін әңгімем бар еді. Ой, Ардақ. Ең мен тамаққа осы сен дастархан басына келсе, сен әңгімен басталады. Сондай маңызды ма? Қазір осы мен тамақшы тыныш отыр, тамақшым келеді бар ғой. Жоқ, жаным, жай. Сен мен сіңлімді білесің ғой, Кәмшатты. Кәмшат? Детдомда Кәмшат айтасың ба? Бірақ ол қазір детдомда тұрмайды. Тұрмаса қайтейін, қызықсыз сен. Тұрмаса қайтейін. Жаным, ол университеттің жатақханасында 3 жыл бойы тұрып келген. Бірақ қазір жатақханада бір шикілік шыққан ба, біраз уақыт осы біздің үйде тұра тұрса қалай болады? Не дейсің? Ол үйде ма не? Ұйықтап жатыр, жаным. Сен басың істейме, Ардақ. Қай басымен ойландың сен? Мен рұқсатымсыз үйге кіргізіп, ұйықтап жатыр әлі. Самат, жаным, соны енді сенімен ақылдасайын деп отырмын ғой. Бірақ оған мен ештеңе айтқаным жоқ әлі. Мен үшін шешім қабылдайтын кім ол өзі? Бұл үйдің еркегі мен. Күндіз түні жұмыс істеп, оның қамын ойлап жүрсем, қайдағы жоқ бір Кәмшатын алып кепті. Қарай көр өздерін бұлар. Үйленгенде бір туысы жоқ еді, сол жақсы еді қайтаға. Қайдағы жоқ сіңліс пайда, ол да мен мына мойныма отырғанды арманға дейді шығар. Қарай көр бұларды өздерін. Мен бәрін түсінемін. Бірақ қаяқтан шыға келді сола, қаяқтан шыға келді сіңілің, басымызға тап боп. Жаным, енді ол менің сіңіл жападан жалғыз сіңілім ғой. Менен басқа кімі бар дейсің оның? Бәрін білесің ғой өзің, түсінесің. Түсінем, бәрін түсінем, бірақ оның күнделікті тамағы, оның жүріс-тұрысы, киімі, оның бәрін кімі ақша тауып жатыр? Мен ғой тауып жатқан ақша. Самат, мен де ақша тауып жатырмын ғой. Күлкімді келтірмеш, Ардақ. Сенің тапқан ақшаң нанға да жетпейді ғой. Сен есіңе түсірші. Маған үйленгелі қандай едің, мынандай үйге қандай халде едің сен? Есіңе түсірші өзің. Білем бәрін. Ой, кешіріңдер, кедергі жасаған сияқтымын. Сәлематсыз ба демей-ақ қояйын. Сәлем, мен Кәмшатпын. Менің әпкемнің жүрегін жаулап алған ханзадасы шығарсыз. Мен болам. Жарайды, мен сабағымды оқиын. Мен кеттім. Жас кішкентай қыз ба десем, бой жеткен қыз екен ғой? Жасы 20-дан асқан. Енді жарайды. Тұрса тұрсын, көрейік. Қолына не келеді екен? Рас па, жаным? Көп рахмет саған, жаным. Ой, жаным деме. Ой, рахмет, жаным. Осы сүйіп қаласын осы момент. Ыңғайсыз екен костюм. Тамағыңды ішшеші. Мен қазір шешініп келейін дұрысталып. Тамағыңды ішпедің ғой. Жоқ, қазір дұрыстап шешіліп келейін. Самат келсек деп ойламап едім. Ол жүрген жерінде тиын санап жүреді емес пе? Ал Кәмшаттың бізбен бірге тұрғанын шығын деп санайды.
бірақ ойынан айнып қалғаны қызық көрінді. Үйіме біреудің келіп қонақ болған мүлде ұнатпаймын. Оларға тамақ беру керек, көңілдерін аулау керек. Адамдарда ұят жоқ қой, вообще ұят жоқ. Үйіңе қонақ болып келіп, кіріп алады, сосын шықпай. Бірақ Ардақтың сіңілісімен тұрған маған қызық болатын сияқты. Ол мені анау момын әйелім сияқты емес. Жас, сұлу және мінезі бар сияқты. Ай, әттең, оның ондай сіңілісі бар екен білгенде, кімге үйленер ойланар едім. Кәмшат енді Самат пен Ардақтың үйінде тұра бастайды. Ардақ сіңілісіне жақын болып, қамқорлыққа алғанына қатты қуанады. Алайда Кәмшат әпкесінің қолдауына, желеп жебеуіне мүлдем мұқтаж емес сияқты. Ол үйге үнемі мас күйде таң алдында келіп жүреді. Не болған саған? Түріне не болып кеткен? Еш нәрсе болған жоқ. Кей кезде Самат Кәмшаттың асты үстіне түсіп, оның көңілін табуға тырысып жүргенін де Ардақ байқап қалады. О, рахмет. Басқа алма жоқ па не? Маған алма алып келмедің ба? Туф, не болды алма жемей жүргенде? Соңғы алма, сіңілің бір кебет жатақханадан жесін да сол алма. Екеуіне сенбегенім емес. Самат Кәмшатқа соңғы кездері көп көңіл бөле бастады. Мен оны көптен бері байқап жүрмін. Кәмшаттың өз үйінде сезіну үшін барлық жағдайын жасады. Күйеуім тым артық кеткен сияқты. Саматпен сөйлесейін десем, екеуміздің ұрсып қалуымыз мүмкін. Сондықтан да Кәмшатпен сөйлесуді ұйғардым. Кәмшат, Ау, қолың бос па? бос. Не істеп жатырсың? Өзіме маникюр жасап отқан ғой. Қане? Лактарың қандай әдемі? Рахмет. Кәмшат, сенен бірдеңе сұрайын деп едім. Сұрай бер. Соны неден бастарымды білмей отырмын ғой. Ардақ, қорқытпашы, не болды? Кәмшат, білесің бе? Сен осы үйге келген кезде Самат қарсы болған еді. Ал енді қазір Самат сенің қасыңнан айналшықтап шықпай жүр ғой. Сен Саматты менен қызғанып тұрсың ба? Сонда сен мені жеңілтек қыз көресің ба? Жоқ, айтайын деген ол емес, Кәмшат. Самат саған тиіспеді ме? Ардақ, сен қуасың ба? Қалай тиіспеді ма? Маған сенің еркегің сияқты еркектер ұнамайды, сен білесің ғой мені. Кешірші. Қалай кешірші? Қызықсың, қалай мен туралы сен олай ойлайсың? Кешірші. Сонда сен мен жеңілтек қыз көресің ба, Ардақ? Кәмшат, кешірші. Ой, Сенің қойшы. айтқаның дұрыс шығар, жаным ау. Кешірші мен. Қалай ренжімеймін мен? Кешірші, жаным, болды, кешірші. Ардақ күйеуін маған қатты ұнайды деп ойлайды. Қалай ойлау мүмкін? Өйткені маған ондай типті еркектер ұнамайды. Оның күйеуі бір тиын санап қалған адам. Тіпті оның үйінде жүрген адам артық ішіп жеуге болмайды. Ал бір ренжитін себебім, Ардақ мені жеңілтек қызға теңегені менің жүрегіме қатты батты. Сіңлісімен ашық сөйлескеннен кейін Ардақтың үстінен жүк түскендей болды. Сіңліме күмәнмен бекер қараған екенмін деп ойлады. Көңілі енді орнына түскен Ардақ жақын болашақта оны нендей нәрсе күтіп тұрғанын сезбеген еді. Бүгін мен алтын алқа алып едім. Көрші мұнан, мен таңдау білмеймін ғой. Көрші, ұнай ма саған? Ұнамаса қайтып өткізіп тастаймын мұнан. Ұнайды? Ұнаса тағып көрейікші онда. Жарайды. Кел отыра қой. Ой, шашың сенің мойның қандай, аққудай мойның бар екен. Мен байқамадым бұрын. О, не дегеніңіз? Қалай, ұнай ма саған? Неге ұнамасын, әп-әдемі?
Әпкелі сіңілі Ардақ пен Кәмшат балалар үйінде өскен. Ардақ тұрмысқа шыққан, күйеуімен бірге тұрады. Оқу орнының жатақханасында тұрған Кәмшат бір күні заттарын жинап әпкесінің үйіне келеді. Ардақтың күйеуі Самат әйелінің қайдағы бір туысқанның үйге кіріп алғанына қарсы болды. Кәмшатты көргеннен кейін ойын өзгертіп, үйде қалуына рұқсат береді. Самат Кәмшатқа көп көңіл бөле бастайды. Ардақ күйеуінің өзгеріп кеткенін байқап, Кәмшатпен сөйлесуді жөн көреді. Бір күні жұмыстан келген Ардақ күйеуі Самат сіңілісінің мойнына әдемі әшекей бұйым тағып жатқанын көреді. Екеуін көргенде қаным қарайды. Екеуі артымнан жүріп, көңіл қосып жүрген бе? Кәмшат ше? 200-ді болғаныма сонда? Самат сияқты жігіттерді өзінше ұнатпаймын деуші еді. Оған мен қамқор болып жүрсем, оның істеп жүргені мынау. Ей, сендер оңбағанда не істеп жатырсыңдар? Ой, Ардақ, сен келіп қалдың ба? Біз сені естіген жоқпыз ғой. Қалай естисіңдер? Мұнда екеуің басқа нәрсемен айналысып жатқанда. Мен түсінбедім, не нәрсемен айналысып? Сен не айтып тұрсың, ішіңе жыңғырып алам ба? Ей, сен қыз оңбаған аузыңды жап! Ей, асуыңды бас, Ардақ, не деп отырсың сен? Ал сен вообще үндеме! Жассыз келгеннен бәзіп отырған екенсің ғой осы үйде. Маған дауыс көтердің ба сен? Ойлан сен не деп отқаныңды? Бұл алтын алқан саған алдық екеуміздің 5 жыл оталық болғанымызға. Не деп отырсың сен? Маған? Саған әрине, сыйлығыңды алды. Еге бол өзің. Бірінші біліп алмай ма адам? Ардақ кеп бәрін құрта жазды. Қызық, ол маған ешқашанда қарсы шықпайтын. Бірақ сол күні айғай шығарып, айғайлап, таш кішкене таң қалдым. Бірақ әйелім шынымен мені қызғанғаны ма? Ақмақ басым-ай. Самат пен Кәмшаттың арасында бірдеме бар деп ойлаған мен де жындымын. Екеуі маған тосын сый жасағысы келген екен ғой. Бәрін құрттым. Енді қайдан білейін? Самат екеуміз үйленгелі бірде-бір сыйлық жасап көрген жоқ қой. Сол күннен бастап қыздардың арасы суи бастайды. Кәмшат үйге анда-санда ғана келетінді шығарды. Әр нәрсені сылтауратып, құрбысының үйінде қалып қалады. Қайда барып не істеп жүрген тіпті де айтпайды. Ардақ сіңілісін уайымдап жүргенде, кейінгі кезде Самат та қосаған жақтырмай бара жатқан сияқты болады. Сен сіңілімен қашан сөйлесесіз? Мына қылықтар уже шектен шықты ғой? Самат, оның біздің үйде тұрғалы бір айда болған жоқ қой. Оны қалай қуып шығамын? Сен қуып шыға алмасаң, мен қуып шығам. Мына қылықтары масқара ғой, таң атқанға дейін қыдырады, ішіп жейді. Мен үйімнен сонда. Гостиница ма оған? Өтінем, Самат, үйден қумай-ақ қояйықшы. Біраз бізбен бірге тұра тұрсын. Өзім сөйлесем Кәмшатпен. Өзі келеді әлі. Қойшы, сол өтінем. Болмайтын сөздерін шашамайды екенсің. Жар. Кәмшат бізбен тұрса, жақсы болады деген ойда едім. Жаңа адам кеп, жаңа атмосфера кеп. Бірақ Кәмшат біздің көңілімізге қарайтын адам сияқты емес. Таң ертеңнен кешке дейін қыдырғаннан басқа түк білмейді. Мен оны онсыз да аяп үйге кіргізіп жүрсем, жұрттардың алдында ұятқа қалдырып, үй оңбаған. Мен Саматты түсінем. Үйге келген қонақтың бұлай жүргені кімге ұнайды дейсің? Кәмшат шектен шығып барады. Күйеуім дұрыс айтады. Бір жағынан ол менің туған сіңілім ғой, үйден қалай қуып шығамын? Кәмшатпен өзім сөйлесіп, бір жағына шығаруым керек. Самат пен Кәмшаттың ойнас болып жүр деп күмәнданған үшін сіңілісінің ренжіп жүргенін Ардақ іштей сезеді. Өз кінәсін жуып шайғысы келген Ардақ Кәмшатқа шай әзірлеп беріп, онымен ашық сөйлескісі келеді. Екеуі балалық шақтарынан бері бірге шай ішіп, сөйлескенді ұнататын еді. Кәмшатжан, саған шай дайындап қойдым. Сенің жақсы көретін тоқашыңды да алып келдім. Қарашы, сен кішкентай кезінде осы тоқашты жақсы көруші едің ғой? Ардақ, мен шай ішкім келіп тұрған жоқ. Қазір бәрі кішкентай кезімдегідей емес. Кәмшат, сөйлесейікші. Не туралы сөйлескім келіп тұр? Мені кінәлағың келіп тұр ма? Менің күйеуімнің артынан неге жүгіріп жүрсің деп? Кәмшатжан, менікі дұрыс болмады. Кешірші мені. Бірақ сен өзің менің орныма өзіңді қойып көрші. Сонда не істер едің? Ардақ, қойшы болды. Кәмшатжан, сен маған ренжіп жүрсің бе?
Соңғы кездері үйге де келмейтін болдың. Бәрі дұрыс, ренжіп жүрген жоқ. Оның үстінде осында қонақ үйде жүргенде деп Самат та ашуланып жүр. Солай ма? Сонда мен не істеуім керек? Таң атқаннан күн батқанға дейін мен соның алдында былай тұруым керек пе? Керек кезде келіп жата қалатындай соның үстіне. Кәмшат, не деп тұрсың? Ардақ, негізінде менің басым істеген жоқ. Екеулердің араларына ірткі салғандай болдым. Негізінде маған басқа үй таңдау керек еді. Бұл үйде тұру мүмкін емес. Ардақ күйеуінің сондай оңбаған пасық адам екенін қалай сезбейді, көзін шел басқан ба, мен түсінбеймін Ардақты. Екеуі өз үйлерінде мені қамақсы келеді. Мені соншалықты кішкентай қыз көре ме? Мен бұдан артық төз алмайым. Екеуі не істегісі келсе де өздері білсін. Ал мен басқа үй іздеп табам. Кәмшатжан, сен үйден ешкім қуып жатқан жоқ. Ол Саматты қойшы, ол бұрқылдап әр нәрсені бір айта береді. Бірақ ол сенің қамыңды ойлайды ғой. Сенің Саматың менің қамымды ойлай ма? Ардақ, сен сондай оңбаған адаммен қалай тұрып жатсың, мен түсінбеймін. Кәмшатжан, не бетіңмен айтып тұрсың бұны? Айтамын. Айтқым келе ма, айтамын. Сенің көзіңді шел басқан. Мен сен сияқты емеспін, Құдайға шүкір. Самат сондай оңбаған, шірік неме. Сен сондай адаммен тұрғың келсе тұра бер. Ал мен кеттім. Шынымды айтсам, Кәмшаттың бұлай жанжал шығарғанына таң қалдым. Көптен бері ренішін ішінде сақтап жүрген сияқты. Мүмкін менің күйеуім, жай күйім бар екенін қызғанатын шығар. Ол жалғыз емес пе? Әлде Саматтың мен білмейтін құпиясын білетін шығар. Жанжалдан кейін Кәмшат үйге мүлдем келмейтін болды. Ардақ сіңлісінің ашуланып кеткенін ойлап, сары уайымға батады. Кәмшаттың үйде болмағаны қайта Саматтың көңіліне жығады. Ол Ардақтың Кәмшатты іздегеніне, уайымдағанына тіпті де қарсы болады. Алайда бірер күннен соң Кәмшат әпкесінің үйіне өзі келеді. Қалай отырамын мен? Самат, өзің айтшы, қалай отырамын? Кәмшат болса қанша күн үйге келген жоқ. Қайда жүр екен ола? Со кеткен жағына кеткен шығар. Кетсе молынан кетсін. Самат, не деп тұрсың? Бар, есікті ашшы. Сен де отырып алып. Қайда жүрсің сен? Шаршап тұрмын, мазамды алмашы. Шаршап тұрмын. Мына түріңе. Кетші бір. Сен қызбен ертең сөйлесермін. Кәмшат үйге келгенде көңіл күйі болмады. Бұған аяқ асты не болуы мүмкін? Дереу мән-жайдың бәрін анықтағым келді. Кәмшат? 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 Қонмау жылағансың ба? Не болып қалды саған, айтшы. Ардақ, мен сондай оңбағанмын. Не болды саған? Маған дұрыстап түсіндіріп айтшы, Кәмшат. Мен өзімді жек көрем. Сондай оңбаған адаммын. Жек көрем. Ардақ, Кәмшат, Ардақ, сен мені кешірші. Кәмшат, дұрыстап түсіндірші. Мен қалай көмектесем, сен түсіндірмесең? Түсіндіріп айтшы. Менің аяғым ауыр. Не? Апалы сіңлілі Ардақ пен Кәмшат балалар үйінде өскен. Ардақ тұрмысқа шығып, күйеуімен бірге тұрады. Оқу орнының жатақханасында тұратын Кәмшат көп ұзамай заттарын жинап, әпкесінің үйіне біраз уақыт бірге тұру үшін келеді. Басында Ардақтың күйеуі Самат қайдағы жоқ туысқандардың үйге кіріп алғанына қарсы болады. Бірақ Кәмшатты көрген ол ойын өзгертіп, үйде қалуына рұқсат береді. Содан бері Самат Кәмшатқа көп көңіл бөле бастайды. Әрине, Ардақ та күйеуінің өзгеріп кеткенін байқап, Кәмшатпен сөйлеседі. Сіңлісімен ашық сөйлескен Ардақтың жүрегі орнына түскендей болады. Үйдегілер кейінгі кезде Кәмшаттың үйге тым кеш әрі мас күйде оралып жүргеніне наразы болады. Мұндай қылығына қайран қалған әпкесі жанжал шығарады. Кәмшат үйден кетіп тынады. Бірер күннен кейін үйге оралған Кәмшат Ардаққа жүкті болып қалғанын айтады. Сен не айтып тұрсың? Менің аяғым ауыр, естіп тұрсың ба? Қалай сонда? Саған не? Бала
баланың қайдан пайда болатынын айтуым керек пе? Кәмшат, баланың әкесінің аты кім? Білмеймін. Қалай білмейсің? Есің дұрыс па сенің? Қыздармен бір вечеринкаға барғанбыз. Көп арақ ішіп қойыппыз. Сонда бір жігітпен көңілдес болып қалыппыз. Қандай жігіт ол? Білмеймін, атын да білмеймін, қайдан шыққанын да білмеймін. Есімде жоқ, түсінесің бе? Осыншама ақмақ болуға бола ма екен? Басы қайда? Танымайтын адаммен жату деген не сұмдық? Сіңілімді о баста қатал ұстауым керек еді. Өзі білсін деп, үндемегенімнің кесірі болды ғой осының бәрі. Ардақ пен Кәмшат біраз уақыт әңгімелеседі. Кәмшат әпкесінен қайта кешірім сұрап, көмектесуін өтінеді. Сіңілісінің жағдайын көрген Ардақ іштей жылап қан жұтады. Жылап жібермес үшін өз-өзін ұстауға тырысады. Кәмшаттың асығыстықпен шешім қабылдамауына көндіреді. Шыны керек, жағдайдың әрі қарай қалай боларын өзі де білмейді. Не болса да, біреумен ақылдасқаным дұрыс болар деген шешімге келеді. Ақылдасуым керек. Сен қазір тыныштауда жат. Қазірше жат. Кәмшат қайда? Тағы қаңғырып жүрмесе ол қыз? Жоқ, Самат. Кәмшат өзін жайсыз сезінген екен, ерте ұйықтап қалды. Жайсыз сезінген. Қыдырсын таң атқанға дейін. Сол кезде жайсыз сезінгеннің көгесін сол кезде көреді ол қыз. Самат. Сен де осы Кәмшатқа кесе бересің. Жас емес пе ол әлі? Түйіліп кеттің, шай қойшы айналайын. Самат, Ау. Кәмшатқа бірдеңе болып жүрген сияқты. Маған сенің ақылың қажет болып тұр. Сол Кәмшаттан басқа айтатын әңгіме жоқ қой бұл үйде. Кәмшат, не болып қалды ол қызға тағы да? Кәмшат жүкті болып қалды. Не дейсің? Кімнен? Мен білмеймін. Кімнен екенін? Сонда ол әкесінің кім екенін айтпады ма баланың? Баланың әкесінің кім екенін Кәмшаттың өзі де білмейді. Бері қара онда. Мен білгем, сенің сіңілің сондай жеңілтек екенін. Дереу үйден қуасын. Естіп түсіндің ба? Масқара, позор! Бұны біреу естіп қойса не істеймін? Мен білгем сол Кәмшаттың сондай жеңілтек қыз екенін. Енді қалғаны менің үйімде қайдағы жоқ бір жәлептің тұрғаны. Ардақтың да жетіп тұрғаны шамалағы өзінің. Енді аспаннан түскен бір сіңлісін алып кеп. Мен білгем олардың сондай адамдар екен. Самат, қалай үйден қуып шығам? Менің жалғыз сіңілім ғой, түсінсейші. Оның үстіне ол қиналып жүр ғой қазір. Түсінем, жалғыз сіңілің, бірақ ана жағдайдан кейін сен оны қалай кешіресің? Ел жұртқа қалай қараймыз? Туған туысқандардың беттеріне қалай қараймын мен? Самат, ол әлі бала емес пе? Түсінсейші. Бала емес пе? Сонда әр жерде қыдырып, әркіммен болған кезде балалығын ұмытып қалды ма соғыс? Мен саған бері қара, мен саған тағы да айтам соңғы рет, ескертіп, үйден кетіресің. Ешқандай мені кетпейді, Самат деп маған жалышты көрінбе. Кетеді үйден, кетеді, болды. Самат, өтінем сенен, өтінем. Екі оттың арасында қалған Ардақ не істерін білмей әбден қиналады. Бір жағынан Кәмшаттың шектен шыққанын біліп, күйеуінің айтқанымен келседі. Бірақ жалғыз сіңілісінің жағдайын да жақсы түсінетін. Ардақтан басқа арқа сүйер ешкім жоқ қой. Сол себепті сіңілісін қиын жағдайда қалдырғаны дұрыс болмас. Ардақ мұның шешімінде тапқан секілді. Жаным. Айта бермесін ол проблеманы. Мазамды алдыңдар ғой уже. Тыңдашы, жаным. Менің бала көтере алмай жүргеніме біраз уақыт болды ғой. Енді бұдан менің не қатысым бар? Кәмшаттың баласын біз өзіміз асырап алуымызға мүмкіндік бар ғой. Бізге Алла бақ беріп тұр емес пе? Саматпен тұрмыс құрғалы, перзент сүйгім келген болатын. Бірақ өкінішке орай бала көтере алмадым. Кәмшат болса жүкті болып қалды. Бұл соншалықты қорқынышты жағдай емес қой.
Біз бұл баланы бауырымызға басып, бұл балаға қамқорлық жасай аламыз ғой. Үйленгелі бала деп зарлай береді бар ғой. Мен оңай нәрсе деп ойлаймын. Таңертеңнен кешке дейін ақша тауып бұларды асырап атқан кім екенін ойламайды олар. Сол есі дұрыс адамның сөзі ма? Камшатым кімнен көтергенін де білмейді ғой баланы даже. Қызығы бұлар. Ал мен әйелім ше. Қайдағы жоқ біреулерді аяғынан басқа түк білмейді. Мен Камшат үйден қуып шыға алмаймын, жаным. Қуып шыға алмасаң аборт жасасын онда. Қалай аузың барады аборт жасатсын деп? Одан кейін ол бала көтере алмай қалса не істейміз? Сонда сен қызықсың. Ананың баласын, мынаның баласын асырайды. Мен не ешекпін ба? Самат. Қойшы болды. Азанды ала бермес болды. Демалам, свет тұршыз. Осылай істеуге бола ма екен? Туған сіңіліме аборт жасат деп қалай бұйырамын? Ана баланы неге ойламайды? Камшаттың тағдырына Самат немқұрайлы қарайтын сияқты. Осының бәрінен кейін Саматпен қалай өмір сүремін? Дүние есігін әлі ашпаған бейгүнә сәбиді бұйрықпен алдырып тастауға Ардақ көне алмады. Осындай қиын жағдайда ақыл берерлік әке шешесінің жанынан табылмағанына қатты қайғырады. Мүмкін олардың көзі тірі болса, мұндай жағдайға тап болмас па едік деген ойға да келеді. Түні бойы неше түрліні ойлап, көз ілмеген Ардақ таң алдында ғана ұйқыға кетеді. Алло, Камшат? Қайдасың? Алло, Ардақ. Кешірші мені. Мен сенің өмір сүруіңе кедергі болғым келмейді. Сенің үйіңе келіп мойныңа жүк болып отырып алғаныңды білем. Алло, Камшат, тыңдашы мені. Қайда жүрсің? Қайда екеніңді айтшы маған. Кеше Саматтың айтқанының барлығы дұрыс. Ол өте дұрыс айтады. Мен ақымақпын. Камшат, Самат дұрыс айтпағанын түсінемін. Жаным-ау, ол деген еркек емес пе? Не түсінеді дейсің? Айтшы маған қай жерде жүргеніңді. Мен өз проблемамды өзім шешем. Аборт жасатам болды. Қай жерде жүрсің? Маған айтшы, өтінем. Камшат, алло. Камшат, алло, Камшат, қайда жүрсің? Жаның барында айт тезірек. Қайда жүрсің деймін? Қазір мен саған келемін. Адресіңді айт, тезірек бола ғой. Тастама деймін трубканы. Адресіңді айт. Қазір келемін, күте тұр мені. Камшат, не істеп жатырсың? Олай істегенің не? Аборт жасағаның не? Камшат, мен жаңа өмір бастағым келеді. Өткен өмірімді ұмытқым келеді. Камшат, бері қарашы. Бала деген бақыт емес пе? Бала ешкімге де кедергі болмайды. Ардақ, мен баламен қайда барам? Қайда, айтшы? Жаным-ау, мен бар емеспін бе? Мен өзім көмектесем, Саматқа бәрін айтып түсіндіремін. Ол қазір ашуланғанымен кейін бәрін түсінетін болады. Самат дейсің бе? Самат ол еш нәрсе түсінбейді. Ол өзінен басқа ешкімді көрмейді. Сенің көзіңді шел басқан ба? Сен қалай түсінбей тұрсың? Мен Камшатты түсінем. Саматтың айтқан сөздеріне ренжіп жүрген болар. Аузына келгенін айтатынын да сондықтан. Болмаса ол не істеп қойды соншалықты? Бір жағынан Саматты да түсінуге болады. Бұндай жағдай кімге ұнайды дейсің? Енді ашуланбағанда қайтеді? Камшат, не деп отырсың? Самат жақсы адам ғой, өте жақсы адам. Самат өте жақсы адам. Иә, ол өте жақсы адам. Жақсылық жасағаны соншалықта?
Ол сенің сіңіліңді екі қабат қылып қойды. Екі қабат? Демек ол Саматтың баласы ма? Иә. Апалы сіңлілі Ардақ пен Кәмшат балалар үйінде өскен болады. Ардақ тұрмысқа шығып, қазір күйеуімен бөлек тұрады. Жатақханада тұратын Кәмшат көп замай заттарын жинап, әпкесінің үйіне біраз уақыт бірге тұру үшін келеді. Сіңлісінің таңға дейін қыдырып, үйге мас күйде оралуын Ардақ қатты уайымдайды. Бір күні Кәмшат үйге жылап келіп, жүкті болып қалғанын айтады. Әкесінің кім екенін де білмейді. Мұны естіген Ардақ не айтарын білмей есеңгіреп қалады. Бірақ кейіннен Кәмшат әпкесіне шындықты айтпай алдағанын және де құрсағындағы нәресте Саматтың баласы екендігін айтады. Кәмшаттың айтқанына сене алар емеспін. Бұны қалай түсінуге болады? Сіңілім Саматты соншалықты жек көргені ме? Бірақ жек көрсе осындай нәрселерді айтуға бола ма екен? Кәмшаттың жүктілігіне Саматтың шынымен де қатысы бар ма? Сонда екеуі маған білдірмей кездесіп жүргеме осынша уақыт. Сен не айтып тұрсың? Не айтып тұрсың, маған қарашы. Бұл жерде Саматтың не қатысы бар? Өзің емес пе еді мас болып бір жігітпен жаттым дегенің? Менің күйеуімді неге кінәлайсың? Иә, мен осы уақытқа дейін өтірік алдап келдім. Өйткені екеулерінің араларына ірткі салғым келген жоқ. Не? Сонда екеуіңнің араларыңда бірдеме болып па еді? Қалай дәтің барды? Ардақ сабыр етші. Ардақ, сен ойлағандай арамызда еш нәрсе болған жоқ. Дұрыс түсінші. Ардақ, қандай өтірігің бар айтатын? Қазір мен саған айтам. Мен саған барлығын айтып берем. Ардақтың үйіне көшкелі, Самат маған екі жақты ұсыныс жасай бастады. Бірде кафеге шақырады, бірде кофе шекші дейді. Тіпті бір күні байқамай құшақтап алды. Бірақ Саматтың бұл қылықтары маған түк ұнамайтын. Өйткені ол менің туған әпкемнің күйеуі емес пе? Енді сол үшін шу шығарғым келмейді. Екеуіне ірткі салғым келмейді, берекелерін де алғым келмейді. Ал енді үндемегеннің кесірінен не болғанын қараш. Ардақ, тыңдашы мені. Ардақ, білесің бе? Сол күні Самат үйге мас болып келді. Мен оның мас екенін сезгенін құрбымның үйіне жинала бастадым. Ал ол маған тиісті. Маған ол зомбылық жасады. Мен айқайладым. Әрекет жасадым қашудың. Бірақ ол маған қорлық көрсетті. Сонда Самат сені зорлаған ба? Ардақ, мен саған барлығын айтып берейін деп едім. Бірақ ол ештеңеге мән берген жоқ. Егерде түс жаратын болсаң, сені және әпкең екеуіңді үйден қуып шығам деді. Екеуіңнің өмірлеріңді тозаққа айналдырам деді. Мен қорықтым, не істерімді білмедім. Ардақ, мүмкін емес, бұған сене алар емеспін. Ардақ, кешірші мені. Ардақ, сендердің үйлеріңнен бірден кетейін деп едім, бірақ квартира іздеп жүкті екенімді сездім. Кет. Күйеуімнің осыншама оңбаған екеніне сене алар емеспін. Кәмшаттың жағдайы енді не болады? Самат тым артық кетті. Осынша жасаған нәрселеріне осы уақытқа дейін үндемей келдім. Мен Саматты бұдан кейін кешірмеспін. Ардаққа бәрін айтқан соң, иығымнан жүк түскенде бір жеңілденіп қалдым. Енді өтірік айтқым келмейді. Мен жаңа өмір бастағым келеді. Жаңа өмірімде Саматқа қатысты ештеңенің болғанын қаламаймын. Бірақ Ардақ
баланы қалдыруымды өтінді. Енді ол дұрыс айтады. Кішкентай нәрестенің ешқандай күнәсі жоқ қой. Ақыры Ардақ күйеуімен ажырасады. Ол мұндай шешімге оңайлықпен келмеді. Қайда жинадыңдар? Алыс сапарға ма? Шаруаң болмасын, шек сұрын. Бар жігерін жинап, үйден кетіп қалады. Еркіндік деген бәлкім осындай болар. Ал Самат болса, әйелінің ажырасамын деген шешіміне тіпті де қарсыласқан жоқ еді. Қазір Ардақ пен Кәмшат бір бөлмелі пәтер жалдап бірге тұрады. Екеуі де жұмысқа орналасқан. Жалақысы аз болса да өмір сүруге жеткілікті. Ал келе ғой. Бүгіннен бастап осы үйде тұратын боламыз екеуміз. Қамшатжан кіре ғой үйімізге. Жақсы екен үй. Иә, бүгіннен бастап осында тұратын боламыз. Ал, жағдайың қалай, Кәмшатжан? Айта бер. Жақсы. Көпенің жағдайы қалай? Шүкір жақсы. Қиналып жүрсің. Енді кішкене қиналам, бірақ Ардақ саған айтайын деген саған ризашылығымды білдіргім келеді. Құдай қаласа, жақында ана атанам сенің арқаңда. Әрине, о не дегенің жаным, ау, ана атанған қандай бақыт қой. Иә. Тамағын ішіп жүрсің ба уақытылы? Иә, ішіп жүрмін. Ой, ішім. Уақытылы қимылдап жүр ма? Иә, мені қараш. Балапар сол. Иә, бақытты, қандай бақытты шақтары осы кезде. Сол үшін жаным, ау, өзім қамқор болам саған, өзім уақытылы тамақтарыңды беріп, уақытылы қараймын, уайымдама енді. Көп ұзамай Кәмшат қыз босанады. Әпкесінің айтқанына құлақ салып, құрсағындағы баланы алдырмағанына қатты қуанады. Ал Ардақ болса, өзін сыйламайтын жанмен өмір сүргеніне енді ғана көзі жетті. Бау бер. Көп рахмет сізге. Матша болсын. Біздің бөпемізге кіндік шеше болсаңыз қалай болады? Әрине боламын. Әрине болсаңдар боламын. Көп рахмет. Сау бол, сау. Бақытты болып жат. Рахмет. Болсын өмірде. Сау болыңыз. Рахмет. Ой, тәтті, сондай қандай тәтті қыз. Мінеки, осылайша әпкелі сіңлілі қыздар жаңа өмірге бірге қадам басады. Кәмшат, қарашы қандай сұлу екен. Атын кім қоямыз? Иә, атын кім деп қоямыз айтпақ. Алиша деп қойсақ қалай? Алишасын, еш жаным ау. Қазақстанымыздың белді азаматшасы болсын деп Алина қояйық. Жарайды, әпкетай. Сіздің айтқаныңыз болады. Оны барып, үйге барып, ыстық үйде отырып ақылдасайық, иә жаным? Құтты болсын. Және сені құттықтаймын. Сұлуын қарашы өзің. Қандай сұлу, сүйкімді болсын. Асырап алуымызға мүмкіндік бар ғой. Бізге Алла бақ беріп тұр емес пе? Саматпен тұрмыс құрғалы, перзент сүйгім келген болатын. Бірақ өкінішке орай бала көтере алмадым. Кәмшат болса жүкті болып қалды. Бұл соншалықты қорқынышты жағдай емес қой. Біз бұл баланы бауырымызға басып, бұл балаға қамқорлық жасай аламыз ғой. Үйленгелі бала деп зарлай береді бар ғой. Мен оңай нәрсе деп ойлаймын. Таңертеңнен кешке дейін ақша тауып бұларды асырап атқан кім екенін ойламайды олар. Сол есі дұрыс адамның сөзі ма? Кәмшатым кімнен көтергенін де білмейді ғой баланы даже. Қызығы бұлар. Ал мен әйелім ше? Қайдағы жоқ біреулерді аяғаннан басқа түк білмейді. Мен Кәмшат үйден қуып шыға алмаймын жаным. Қуып шыға алмасаң аборт жасасын онда. Қалай аузың барады аборт жасатсын деп. Одан кейін ол бала көтере алмай қалса не істейміз? Сонда сен қызықсың. Ананың баласын, мынаның баласын асырайды. Мені ешектің ба? Самат. Қойшы болды. Азанды ала бермес болды. Демалам, свет тұршыз.
осылай істеуге бола ма екен? Туған сіңіліме аборт жасат деп қалай бұйырамын? Ана баланы неге ойламайды? Кәмшаттың тағдырына Самат немқұрайлы қарайтын сияқты. Осының бәрінен кейін Саматпен қалай өмір сүремін? Дүние есігін әлі ашпаған бейгүнә сәбиді бұйрықпен алдырып тастауға Ардақ көне алмады. Осындай қиын жағдайда ақыл берерлік әке шешесінің жанынан табылмағанына қатты қайғырады. Мүмкін олардың көзі тірі болса, мұндай жағдайға тап болмас па едік деген ойға да келеді. Түні бойы неше түрліні ойлап, көз ілмеген Ардақ таң алдында ғана ұйқыға кетеді. Алло, Кәмшат? Қайдасың? Алло, Ардақ. Кешірші мені. Мен сенің өмір сүруіңе кедергі болғым келмейді. Сенің үйіңе келіп мойныңа жүк болып отырып алғаныңды білем. Алло, Кәмшат, тыңдашы мен. Қайда жүрсің? Қайда екеніңді айтшы маған. Кеше Саматтың айтқанының барлығы дұрыс. Ол өте дұрыс айтады. Мен ақымақпын. Кәмшат, Самат дұрыс айтпағанын түсінемін. Жаным-ау, ол деген еркек емес пе? Не түсінеді дейсің? Айтшы маған қай жерде жүргеніңді. Мен өз проблемамды өзім шешем. Аборт жасатам болды. Қай жерде жүрсің? Маған айтшы, өтінем. Кәмшат, алло. Кәмшат, алло, Кәмшат, қайда жүрсің? Жаның барында айт тезірек. Қайда жүрсің деймін? Қазір мен саған келемін. Адресіңді айт, тезірек бола ғой. Тастама деймін трубканы. Адресіңді айт. Қазір келемін, күте тұр мені. Кәмшат, не істеп жатырсың? Олай істегенің не? Аборт жасағаның не? Кәмшат, мен жаңа өмір бастағым келеді. Өткен өмірімді ұмытқым келеді. Кәмшат, бері қарашы. Бала деген бақыт емес пе? Бала ешкімге де кедергі болмайды. Ардақ, мен баламен қайда барам? Қайда, айтшы? Жаным-ау, мен бар емеспін бе? Мен өзім көмектесем, Саматқа бәрін айтып түсіндіремін. Ол қазір ашуланғанмен кейін бәрін түсінетін болады. Самат дейсің бе? Самат ол еш нәрсе түсінбейді. Ол өзінен басқа ешкімді көрмейді. Сенің көзіңді шел басқан ба? Сен қалай түсінбей тұрсың? Мен Кәмшатты түсінем. Саматтың айтқан сөздеріне ренжіп жүрген болар. Аузына келгенін айтатынын да сондықтан. Болмаса ол не істеп қойды соншалықты? Бір жағынан Саматты да түсінуге болады. Бұндай жағдай кімге ұнайды дейсің? Енді ашуланбағанда қайтеді? Кәмшат, не деп отырсың? Самат жақсы адам ғой, өте жақсы адам. Самат өте жақсы адам. Иә, ол өте жақсы адам. Жақсылық жасағаны соншалықта? Ол сенің сіңіліңді екі қабат қылып қойды. Екі қабат? Демек ол Саматтың баласы ма? Иә. Апалы сіңлілі Ардақ пен Кәмшат балалар үйінде өскен болады. Ардақ тұрмысқа шығып, қазір күйеуімен бөлек тұрады. Жатақханада тұратын Кәмшат көп замай заттарын жинап, әпкесінің үйіне біраз уақыт бірге тұру үшін келеді. Сіңлісінің таңға дейін қыдырып, үйге мас күйде оралуын Ардақ қатты уайымдайды. Бір күні Кәмшат үйге жылап келіп, жүкті болып қалғанын айтады. Әкесінің кім екенін де білмейді. Мұны естіген Ардақ не айтарын білмей есеңгіреп қалады. Бірақ кейіннен Кәмшат әпкесіне шындықты айтпай алдағанын және де құрсағындағы нәресте Саматтың баласы екендігін айтады. Кәмшаттың айтқанына сене алар емеспін.
Бұны қалай түсінуге болады? Сіңілім Саматты соншалықты жек көргені ме? Бірақ жек көрсе осындай нәрселерді айтуға бола ма екен? Кәмшаттың жүктілігіне Саматтың шынымен де қатысы бар ма? Сонда екеуі маған білдірмей кездесіп жүргеме осынша уақыт. Сен не айтып тұрсың? Не айтып тұрсың, маған қарашы. Бұл жерде Саматтың не қатысы бар? Өзің емес пе еді мас болып бір жігітпен жаттым дегенің? Менің күйеуімді неге кінәлайсың? Иә, мен осы уақытқа дейін өтірік алдап келдім. Өйткені екеулердің араларына ірткі салғым келген жоқ. Не? Сонда екеуіңнің араларыңда бірдеме болып па еді? Қалай дәтің барды? Ардақ сабыр етші. Ардақ, сен ойлағандай арамызда еш нәрсе болған жоқ. Дұрыс түсінші. Ардақ, қандай өтірігің бар айтатын? Қазір мен саған айтам. Мен саған қазір барлығын айтып берем. Ардақтың үйіне көшкелі. Әпкелі сіңілі Ардақ пен Кәмшат балалар үйінде өскен. Ардақ тұрмысқа шыққан, күйеуімен бірге тұрады. Оқу орнының жатақханасында тұрған Кәмшат бір күні заттарын жинап әпкесінің үйіне келеді. Ардақтың күйеуі Самат әйелінің қайдағы бір туысқанның үйге кіріп алғанына қарсы болды. Кәмшатты көргеннен кейін ойын өзгертіп, үйде қалуына рұқсат береді. Самат Кәмшатқа көп көңіл бөле бастайды. Ардақ күйеуінің өзгеріп кеткенін байқап, Кәмшатпен сөйлесуді жөн көреді. Бір күні жұмыстан келген Ардақ күйеуі Самат сіңілісінің мойнына әдемі әшекей бұйым тағып жатқанын көреді. Екеуін көргенде қаным қарайды. Екеуі артымнан жүріп, көңіл қосып жүрген бе? Кәмшат ше? 200-ді болғаны ма сонда? Самат сияқты жігіттерді өзінше ұнатпаймын деуші еді. Оған мен қамқор болып жүрсем, оның істеп жүргені мынау. Ей, сендер оңбағанда не істеп жатырсыңдар? Ой, Ардақ, сен келіп қалдың ба? Біз сені естіген жоқпыз ғой. Қалай естисіңдер? Мұнда екеуің басқа нәрсемен айналысып жатқанда. Мен түсінбедім, не нәрсемен айналысып? Сен не айтып тұрсың, ішіңе жыңғырып алған ба? Ей, сен қыз оңбаған аузыңды жап! Ей, асуыңды бас, Ардақ, не деп отырсың сен? Ал сен вообще үндеме! Жассыз келгеннен бәзіп отырған екенсің ғой сен! Маған дауыс көтердің ба сен? Ойлан сен не деп отқаныңды? Бұл алтын алқан саған алдық екеуміздің 5 жыл оталық болғанымызға. Не деп отырсың сен? Маған? Саған әрине, сыйлығыңды алды. Еге бол өзің. Бірінші біліп алмай ма адам? Ардақ кеп бәрін құрта жаздады. Қызық, ол маған ешқашанда қарсы шықпайтын. Бірақ сол күні айғай шығарып, айғайлап, таш кішкене таң қалдым. Бірақ әйелім шынымен мені қызғанғаны ма? Ақмақ басым-ай. Самат пен Кәмшаттың арасында бірдеме бар деп ойлаған мен де жындымын. Екеуі маған тосын сый жасағысы келген екен ғой. Бәрін құрттым. Енді қайдан білейін? Самат екеуміз үйленгелі бірде-бір сыйлық жасап көрген жоқ қой. Сол күннен бастап қыздардың арасы суи бастайды. Кәмшат үйге анда-санда ғана келетінді шығарды. Әр нәрсені сылтауратып, құрбысының үйінде қалып қалады. Қайда барып не істеп жүрген тіпті де айтпайды. Ардақ сіңілісін уайымдап жүргенде, кейінгі кезде Самат та қосаған жақтырмай бара жатқан сияқты болады. Сен сіңілімен қашан сөйлесесіз? Мына қылықтар уже шектен шықты ғой? Самат, оның біздің үйде тұрғалы бір айда болған жоқ қой. Оны қалай қуып шығамын? Сен қуып шыға алмасаң, мен қуып шығам. Мына қылықтары масқара ғой, таң атқанға дейін қыдырады, ішіп жейді. Мен үйім не сонда? Гостиница ма оған? Өтінем, Самат, үйден қумай-ақ қояйықшы. Біраз бізбен бірге тұра тұрсын. Өзім сөйлесем Кәмшатпен. Өзгереді әлі. Қойшы, сол өтінем, болмайтын сөздерін шашамайды екенсің. Жат. Кәмшат бізбен тұрса, жақсы болады деген ойда едім. Жаңа адам кеп, жаңа атмосфера кеп. Бірақ Кәмшат біздің көңілімізге қарайтын адам сияқты емес. Таң ертеңнен кешке дейін қыдырғаннан басқа түк білмейді. Мен оны онсыз да аяп үйге кіргізіп жүрсем, сырттардың алдында ұятқа қалдырып, оңбаған. Мен Саматты түсінем.
Үйге келген қонақтың бұлай жүргені кімге ұнайды дейсің? Кәмшат шектен шығып барады. Күйеуім дұрыс айтады. Бір жағынан ол менің туған сіңілім ғой, үйден қалай қуып шығамын? Кәмшатпен өзім сөйлесіп, бір жағына шығаруым керек. Самат пен Кәмшаттың ойнас болып жүр деп күмәнданған үшін сіңілісінің ренжіп жүргенін Ардақ іштей сезеді. Өз кінәсін жуып шайғысы келген Ардақ Кәмшатқа шай әзірлеп беріп, онымен ашық сөйлескісі келеді. Екеуі балалық шақтарынан бері бірге шай ішіп, сөйлескенді ұнататын еді. Кәмшатжан, саған шай дайындап қойдым. Сенің жақсы көретін тоқашыңды да алып келдім. Қарашы, сен кішкентай кезінде осы тоқашты жақсы көруші едің ғой? Ардақ, мен шай ішкім келіп тұрған жоқ. Қазір бәрі кішкентай кезімдегідей емес. Кәмшат, сөйлесейікші. Не туралы сөйлескім кеп тұр? Мені кінәлағың кеп тұр ма? Менің күйеуімнің артынан неге жүгіріп жүрсің деп? Кәмшатжан, менікі дұрыс болмады. Кешірші мені. Бірақ сен өзің менің орныма өзіңді қойып көрші. Сонда не істер едің? Ардақ, қойшы болды. Кәмшатжан, сен маған ренжіп жүрсің бе? Соңғы кездері үйге де келмейтін болдың. Бәрі дұрыс, ренжіп жүрген жоқ. Оның үстінде осында қонақ үйде жүргенде деп Самат та ашуланып жүр. Солай ма? Сонда мен не істеуім керек? Таң атқаннан күн батқанға дейін мен соның алдында былай тұруым керек пе? Керек кезде келіп, жата қалатындай соның үстіне. Кәмшат, не деп тұрсың? Ардақ, негізінде менің басым істеген жоқ. Екеулердің араларына ірткі салғандай болдым. Негізінде маған басқа үй таңдау керек еді. Бұл үйде тұру мүмкін емес. Ардақ күйеуінің сондай оңбаған пасық адам екенін қалай сезбейді, көзін шел басқан ба, мен түсінбеймін Ардақты. Екеуі өз үйлерінде мені қамақсы келеді. Мені соншалықты кішкентай қыз көре ме? Мен бұдан артық төз алмаймын. Екеуі не істегісі келсе де өздері білсін. Ал мен басқа үй іздеп табам. Кәмшатжан, сен үйден ешкім қуып жатқан жоқ. Ол Саматты қойшы, ол бұрқылдап әр нәрсені бір айта береді. Бірақ ол сенің қамыңды ойлайды ғой. Сенің Саматың менің қамымды ойлай ма? Ардақ, сен сондай оңбаған адаммен қалай тұрып жатсың, мен түсінбеймін. Кәмшатжан, не бетіңмен айтып тұрсың бұны? Айтамын. Айтқым келе ма, айтамын. Сенің көзіңді шел басқан. Мен сен сияқты емеспін, Құдайға шүкір. Самат сондай оңбаған, шірік неме. Сен сондай адаммен тұрғың келсе тұра бер. Ал мен кеттім. Шынымды айтсам, Кәмшаттың бұлай жанжал шығарғанына таң қалдым. Көптен бері ренішін ішінде сақтап жүрген сияқты. Мүмкін менің күйеуім, жай күйім бар екенін қызғанатын шығар. Ол жалғыз емес пе? Әлде Саматтың мен білмейтін құпиясын білетін шығар. Жанжалдан кейін Кәмшат үйге мүлдем келмейтін болды. Ардақ сіңілісінің ашуланып кеткенін ойлап, сары уайымға батады. Кәмшаттың үйде болмағаны қайта Саматтың көңіліне жағады. Ол Ардақтың Кәмшатты іздегеніне, уайымдағанына тіпті де қарсы болады. Алайда кейде бұл өмірде жалғыз қалғандай боласың. Өмірлік серігіңді еш уақытта жолықтырмайтындай сезімде боласың. Біреулерге Құдай бақыт бере салады. Енді біреулердің өмірі азапқа толы болатын емес. Бақытқа лайық екеніңді қалай дәлелдейсің? Қайтсем бар қиындықты жеңіп, махаббат сезіміне бөлін. Бұл мүмкін бе? Әр әйел затының әйел бақытына құқы бар емес пе? Тек әркімнің оған барар жолы әрқилы. Ардақ пен Кәмшат әпкелі сіңілі қыздар. Әке шешелері жол апатынан қайтыс болған соң қыздар балалар үйінде өсті. Ардақ кәмелет жасқа толғанда интернаттан шығып есепші болып жұмысқа орналасады. Бірер жылдан кейін күйеуге тиеді. Сіңілісі Кәмшаттың балалар үйінен шығатын уақыты келгенде, ол әпкесімен бірге тұрғысы келмей, оқу орнындағы жатақханада қалады. Алайда өмірінде біраз өзгеріс болған секілді. Бір күні Кәмшат заттарын алып әпкесінің үйіне келеді. Кім болды екен? Есікті ашып қарайын.
Кәмшат. Қалайсың? Қайдан жүрсің? Қазір сабақта болуың керек емес пе еді? Не болды соншалықты, жақтырып бөтірсің ба? Енді сіңіліңді осылай қарсы алмайтын шығарсың. Жаным ау, қуанғаным ғой. Бірақ аяқ астынан чемоданыңды жинап келгеніңді айтып тұрмын. Тыныштық па өзі? Тыныштық. Уайымдамашы. Дұрыс қой бәрі. Дұрыс. Онда жарайды, киіміңді шеше ғой, жайғаса ғой. Шайыңды ішіп келе ғой. Керемет үйлерің. Иә. Әке шешеміз қайтыс болғаннан кейін мен барынша Кәмшатқа көңіл бөлуге тырыстым. Оны бағып, қорғап жүретін едім. Ал Кәмшат бойжеткелі маған тіпті қарамайтынды да шығарды. Ол өз бетімен өмір сүргісі келіп жатақханаға кетіп қалған болатын. Енді аяқ асты үйіме келіп тұрған қызық болды. Қалай жағдайың? Жақсы, жағдайым, өзің қалайсың? Жақсы бәрі. Жаурамай жүрсің ба? Жоқ, жаураған жоқпын. Бәрі дұрыс па әйтеуір? Қарның ашып жүрген жоқ па? Енді өзің білесің ғой, студент кезде қандай күндерді кешетінін. Иә, дұрыс айтасың. Енді Ардақ, өзің ойлашы, жатақхананың жағдайын өзің примерно білетін шығарсың. Бір бөлмеде миллион адам тұрады, шомылуға мұрсат жоқ. Короче, жалғыз кеттім жатақханада. Жаным ау, керемет үйде тұру үшін тұрмысқа шықта, бала тауып үйде отыр. Ардақ, мен қазір тұрмысқа шыққым келмейді. Мен сені түсінбедім. Үйіңе кіргізесің ба, кіргізбейсің ба? Жаным ау, жарайды, кете берем. Ашуланбаш енді. Кәмшат, ашуланбаш енді. Енді өзің ғой қайта сұрақ қой. Жарайды енді, мен Саматпен Жақтыртпайсың бәлде? Жоқ, жақтырамын ғой жаным ау. Саматпен сөйлесейін. Сен оған дейін түпкі бөлмеге кіріп жайғаса ғой, жарайды ма? Шынымен ба? Әрине жаным ау. Рахмет. Жайғаса ғой. Мен сені жақсы көрем. Қанша жылдан бері Ардақтың өміріне ірткі салмай келем. Бір түсінбейтінім, өзінің бір туған сіңілісіне қиналған кезде бір рет болсын қол ұшын беруге болады ғой. Оны түсінем, әрине. Ол қазір бір керемет жұмақта өмір сүреді. Өйткені оған күйеуі барлық жағдайды жасап қойған. Ал күйеуіне келетін болсақ, бір оңбаған пасық адам десем болады. Өзін бір олигарх сияқты сезінеді. Кәмшаттың аяқ асты үйге келген ыңғайсыз болды. Жоқ, мен өзімді айтпаймын. Самат үйге келген қонақты жақтырмаушы еді. Біреу біраз уақытқа үйге келеді деген естісе айтарға сөзім жоқ. Қарсы болатын сияқты. Ал Кәмшат өз айтқанынан қайтпайды. Не істерімді білмеймін. Ардақ сіңілісінің үйге аяқ асты келгенін күйеуіне қалай айтарын білмей, уайымдап жүргенде Кәмшат еш қысылмай үйге орналасып алған көрінеді. Ол жездесінің рұқсат ететініне еш күмәнданба. Кешке қарай шаршап шалдыққан Кәмшат ұйықтап қалады. Ал Ардақ болса, тамақ әзірлеп, күйеуінің жұмыстан оралғанын күтеді. Тамағың дайын ба? Жаным, келдің ба? Қалайсың? Қалай жағдайың? Жақсы, Құдайға шүкір, аман. Келе ғой, тамақ дайын барлығы. Қолыңды жуда отыра ғой. Қолымды осы жерде жуасалаңыз, тамағың дайын болса. Жарайды жаным, осы жерде жусаң да болады. Кел отыра ғой, тамақ дайын. Орамалың қайда енді? Міне. Осы сен сразу дайындап қоймайсың орамалды, Қашан қайта берем, осы орамал дайын тұру керек, мен қол жуғанда. Кел енді, тамағың дайын болса. Әрине. Көрейік тамағыңды. Жұмыстарың қалай жаным? Ой, жұмысты айтпаш. Ардақ, жұмысты айтпаш. Шаршадым. Таң ертеңнен кешке дейін сол жұмыс деп уже мен уже шаршадым уже. Бастығың қалай? Ой, бастық. Ашуланып. Күнде ауысып отыр. Осы жастарға беріп жатыр биліктің бәрін. Көреміз.
міне тамақ дайын. Тамағың рахмет, тамағың дайын әйтеуір. Оған да шүкір әйтеуір. Үйге келіп осы тамақ жеуге асығам. Әрине жаным. Жаным Самат, сенімен сөйлесетін әңгімем бар еді. Той, Ардақ. Ең мен тамаққа осы сен дастархан басына келсе, сен әңгімен басталады. Сондай маңызды ма? Қазір осы мен тамақшы тыныш отыр, тамақ ішім келеді бар ғой. Жоқ жаным, жай. Сен мен сіңлімді білесің ғой, Кәмшатты. Кәмшат? Детдомда Кәмшат айтасың ба? Я, бірақ ол қазір детдомда тұрмайды. Тұрмаса қайтейін, қызықсыз сен. Тұрмаса қайтейін. Жаным, ол университеттің жатақханасында 3 жыл бойы тұрып келген. Бірақ қазір жатақханада бір шикілік шыққан ба, біраз уақыт осы біздің үйде тұра тұрса қалай болады? Не дейсің? Ол үйде ма не? Я, ұйықтап жатыр жаным. Сен басың сыйма, Ардақ. Қай басымен ойландың сен? Мен рұқсатымсыз үйге кіргізіп, ұйықтап жатыр әлі. Самат жаным, соны енді сенімен ақылдасайын деп отырмын ғой. Бірақ оған мен ештеңе айтқаным жоқ әлі. Мен үшін шешім қабылдайтын кім ол өзі? Бұл үйдің еркегі мен. Күндіз түні жұмыс істеп, оның қамын ойлап жүрсем, қайдағы жоқ бір Кәмшатын алып кетті. Қарай көр өздерін бұлар. Үйленгенде бір туысы жоқ еді, сол жақсы еді қайтаға. Қайдағы жоқ сіңліс пайда, ол да мен мына мойныма отырғанды арманға дейді шығар. Қарай көр бұларды өздерін. Мен бәрін түсінемін. Бірақ қаяқтан шыға келді сола, қаяқтан шыға келді сіңілің, басымызға тап боп. Жаным, енді ол менің жалғыз, жападан жалғыз сіңілім ғой. Менен басқа кімі бар дейсің оның? Бәрін білесің ғой өзің, түсінесің. Түсінем, бәрін түсінем. Бірақ оның күнделікті тамағы, оның жүріс-тұрысы, киімі, оның бәрін кімі ақша тауып жатыр? Мен ғой тауып жатқан ақшаны. Самат, мен де ақша тауып жатырмын ғой. Күлкімді келтірмеш, Ардақ. Сенің тапқан ақшаң нанға да жетпейді ғой. Сен есіңе түсірші. Маған үйленгелі қандай едің, мынандай үйге қандай халде едің сен? Есіңе түсірші өзің. Я, білем бәрін. Ой, кешіріңдер, кедергі жасаған сияқтымын. Сәлематсыз ба демей-ақ қояйын. Сәлем, мен Кәмшатпын. Менің әпкемнің жүрегін жаулап алған ханзадасы шығарсыз. Мен болам. Жарайды, мен сабағымды оқиын. Мен кеттім. Жас кішкентай қыз ба десем, бой жеткен қыз екен ғой? Я, жасы 20-дан асқан. Енді жарайды. Тұрса тұрсын, көрейік. Қолына не келеді екен? Рас па жаным? Көп рахмет саған жаным. Ой, жаным деме. Көп рахмет жаным. Осы сүйіп қаласың осы момент. Ыңғайсыз екен костюм. Тамағыңды ішшеші. Мен қазір шешініп келейін дұрысталып. Тамағыңды ішпедің ғой. Жоқ, қазір дұрыстап шешіліп келейін. Самат келсек деп ойламап едім. Ол жүрген жерінде тыйым санап жүреді емес пе? Ал Кәмшаттың бізбен бірге тұрғанын шығын деп санайды. Бірақ ойынан айнып қалғаны қызық көрінді. Үйіме біреудің келіп қонақ болған мүлде ұнатпаймын. Оларға тамақ беру керек, көңілдерін аулау керек. Адамдарда ұят жоқ қой вообще, ұят жоқ. Үйіңе қонақ болып келіп, кіріп алады, сосын шықпай. Бірақ Ардақтың сіңілісімен тұрған маған қызық болатын сияқты. Ол мені анау момын әйелім сияқты емес, жас, сұлу және мінезі бар сияқты. Әттең, оның ондай сіңілісі бар екен білгенде, кімге үйленер ойланар едім. Кәмшат енді Самат пен Ардақтың үйінде тұра бастайды. Ардақ сіңілісіне жақын болып, қамқорлыққа алғанына қатты қуанады. Алайда Кәмшат әпкесінің қолдауына, желеп жебеуіне мүлдем мұқтаж емес сияқты. Ол үйге үнемі мас күйде таң алдында келіп жүреді. Не болған саған? Түріне не болып кеткен? Еш нәрсе болған жоқ.
кей кезде Самат Кәмшаттың асты үстіне түсіп, оның көңілін табуға тырысып жүргенін де Ардақ байқап қалады. О, рахмет. Басқа алма жоқ па не? Маған алма алып келмедің ба? Туф, не болды алма жемей жүргенде? Соңғы алма, сіңілің бір кебет жатақханадан жесін да сол алманы. Екеуіне сенбегенім емес. Самат Кәмшатқа соңғы кездері көп көңіл бөле бастады. Мен оны көптен бері байқап жүрмін. Кәмшаттың өз үйіндей сезіну үшін барлық жағдайын жасады. Күйеуім тым артық кеткен сияқты. Саматпен сөйлесейін десем, екеуміздің ұрсып қалуымыз мүмкін. Сондықтан да Кәмшатпен сөйлесуді ұйғардым. Кәмшат, Ау, қолың бос па? бос. Не істеп жатырсың? Өзіме маникюр жасап отқан ғой. Қане? Лактарың қандай әдемі? Рахмет. Кәмшат, сенен бірдеңе сұрайын деп едім. Иә, сұрай бер. Соны неден бастарымды білмей отырмын ғой. Ардақ, қорқытпашы, не болды? Кәмшат, білесің бе? Сен осы үйге келген кезде Самат қарсы болған еді. Ал енді қазір Самат сенің қасыңнан айналшықтап жүр, шықпай жүр ғой. Сен Саматты менен қызғанып тұрсың ба? Сонда сен мені жеңілтек қыз көресің ба? Жоқ, айтайын деген ол емес, Кәмшат. Самат саған тиіспеді ме? Ардақ, сен қуасың ба? Қалай тиіспеді ма? Маған сенің еркегің сияқты еркектер ұнамайды, сен білесің ғой мені. Кешірші. Қалай кешірші? Қызықсың, қалай мен туралы сен олай ойлайсың? Кешірші. Сонда сен мен жеңілтек қыз көресің ба, Ардақ? Кәмшат, кешірші. Ой, Сенің қойшы. айтқаның дұрыс шығар, жаным ау. Кешірші мен. Қалай ренжімеймін мен? Кешірші, жаным, болды, кешірші. Ардақ күйеуін маған қатты ұнайды деп ойлаймын. Қалай ойлау мүмкін? Өйткені маған ондай типті еркектер ұнамайды. Оның күйеуі бір тиын санап қалған адам. Тіпті оның үйінде жүрген адам артық ішіп жеуге болмайды. Ал бір ренжитін себебім, Ардақ мені жеңілтек қызға теңегені менің жүрегіме қатты батты. Сіңлісімен ашық сөйлескеннен кейін Ардақтың үстінен жүк түскендей болды. Сіңліме күмәнмен бекер қараған екенмін деп ойлады. Көңілі енді орнына түскен Ардақ жақын болашақта оны нендей нәрсе күтіп тұрғанын сезбеген еді. Бүгін мен алтын алқа алып едім. Көрші мұнан, мен таңдау білмеймін ғой. Көрші, ұнай ма саған? Ұнамаса қайтып өткізіп тастай мұнан. Ұнайды? Ұнаса тағып көрейікші онда. Жарайды. Кел отыра ғой. Ой, шашың сенің мойның қандай, аққудай мойның бар екен. Мен байқамаппын бұрын. О, не дегеніңіз? Қалай, ұнай ма саған? Неге ұнамасын, әп-әдемі? Бірер күннен соң Кәмшат әпкесінің үйіне өзі келеді. Қалай отырамын мен? Самат, өзің айтшы, қалай отырамын? Кәмшат болса қанша күн үйге келген жоқ. Қайда жүр екен ола? Со кеткен жағына кеткен шығар. Кетсе молынан кетсін. Самат, не деп тұрсың? Бар, есікті ашшы. Сен де отырып алып. Қайда жүрсің сен? Шаршап тұрмын, мазамды алмашы. Шаршап тұрмын. Мына түріңе. Кетші бір. Сен қызбен ертең сөйлесермін. Кәмшат үйге келгенде көңіл күйі болмады. Бұған аяқ асты не болуы мүмкін? Дереу мән-жайдың бәрін анықтағым келді. Кәмшат? 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 Онымау жылағансың ба? Не болып қалды саған, айтшы? Ардақ, мен сондай оңбағанмын. Не болды саған? Маған дұрыстап түсіндіріп айтшы, Кәмшат. Мен өзімді жек көрем. Сондай оңбаған адаммын. Жек көрем. Кәмшат, Ардақ, сен мені кешірші. Кәмшат, дұрыстап түсіндірші. Мен қалай көмектесем, сен түсіндірмесең? Түсіндіріп айтшы. Менің аяғым ауыр. Не?
Апалы сіңлілі Ардақ пен Кәмшат балалар үйінде өскен. Ардақ тұрмысқа шығып, күйеуімен бірге тұрады. Оқу орнының жатақханасында тұратын Кәмшат көп ұзамай заттарын жинап, әпкесінің үйіне біраз уақыт бірге тұру үшін келеді. Басында Ардақтың күйеуі Самат қайдағы жоқ туысқандардың үйге кіріп алғанына қарсы болады. Бірақ Кәмшатты көрген ол ойын өзгертіп, үйде қалуына рұқсат береді. Содан бері Самат Кәмшатқа көп көңіл бөле бастайды. Әрине, Ардақ та күйеуінің өзгеріп кеткенін байқап, Кәмшатпен сөйлеседі. Сіңлісімен ашық сөйлескен Ардақтың жүрегі орнына түскендей болады. Үйдегілер кейінгі кезде Кәмшаттың үйге тым кеш әрі мас күйде оралып жүргеніне наразы болады. Мұндай қылығына қайран қалған әпкесі жанжал шығарады. Кәмшат үйден кетіп тынады. Бірер күннен кейін үйге оралған Кәмшат Ардаққа жүкті болып қалғанын айтады. Сен не айтып тұрсың? Менің аяғым ауыр, естіп тұрсың ба? Қалай сонда? Саған не? Баланың қайдан пайда болатынын айтуым керек пе? Кәмшат, баланың әкесінің аты кім? Білмеймін. Қалай білмейсің? Есің дұрыс па сенің? Қыздармен бір вечеринкаға барғанбыз. Көп арақ ішіп қойыппыз. Сонда бір жігітпен көңілдес болып қалыппыз. Қандай жігіт ол? Білмеймін, атын да білмеймін, қайдан шыққанын да білмеймін. Есімде жоқ, түсінесің ба? Осыншама ақмақ болуға бола ма екен? Басы қайда? Танымайтын адаммен жату деген не сұмдық? Сіңілімді о баста қатал ұстауым керек еді. Өзі білсін деп, үндемегенімнің кесірі болды ғой осының бәрі. Ардақ пен Кәмшат біраз уақыт әңгімелеседі. Кәмшат әпкесінен қайта кешірім сұрап, көмектесуін өтінеді. Сіңлісінің жағдайын көрген Ардақ іштей жылап қан жұтады. Жылап жібермес үшін өз-өзін ұстауға тырысады. Кәмшаттың асығыстықпен шешім қабылдамауына көндіреді. Шыны керек, жағдайдың әрі қарай қалай боларын өзі де білмейді. Не болса да, біреумен ақылдасқаным дұрыс болар деген шешімге келеді. Ақылдасуым керек. Сен қазір тынышталда жат. Қазірше жат. Кәмшат қайда? Тағы қаңғырып жүрмесе ол қыз? Жоқ, Самат. Кәмшат өзін жайсыз сезінгеннен кейін ерте ұйықтап қалды. Жайсыз сезінген. Қыдырсын таң атқанға дейін. Сол кезде жайсыз сезінгеннің көгесін сол кезде көреді ол қыз. Самат. Сен де осы Кәмшатқа кесе бересің. Жас емес пе ол әлі? Түйіліп кеттің, шай қойшы айналайын. Самат. Ау. Кәмшатқа бірдеңе болып жүрген сияқты. Маған сенің ақылың қажет болып тұр. Сол Кәмшаттан басқа айтатын әңгіме жоқ қой бұл үйде. Кәмшат, не болып қалды ол қызға тағы да? Кәмшат жүкті болып қалды. Не дейсің? Кімнен? Мен білмеймін. Кімнен екенін. Сонда ол әкесінің кім екенін айтпады ма баланың? Баланың әкесінің кім екенін Кәмшаттың өзі де білмейді. Бері қара онда. Мен білгем, сенің сіңілің сондай жеңілтек екенін. Дереу үйден қуасын. Естіп түсіндің ба? Масқара, позор! Бұны біреу естіп қойса не істеймін? Мен білгем сол Кәмшаттың сондай жеңілтек қыз екенін. Енді қалғаны менің үйімде қайдағы жоқ бір жәлептің тұрғаны. Ардақтың да жетіп тұрған шамалағы өзінің. Енді аспаннан түскен бір сіңлісін алып кеп. Мен білгем олардың сондай адамдар екен. Самат, қалай үйден қуып шығам? Менің жалғыз сіңілім ғой, түсінсейші. Оның үстіне ол қиналып жүр ғой қазір. Түсінем, жалғыз сіңілің, бірақ ана жағдайдан кейін сен оны қалай кешіресің? Ел жұртқа қалай қараймыз? Туған туысқандардың беттеріне қалай қараймын мен? Самат, ол әлі бала емес пе? Түсінсейші. Бала емес пе? Сонда әр жерде қыдырып, әркіммен болған кезде балалығын ұмыт қалды ма соғыс? Мен саған бері қара, мен саған тағы да айтам соңғы рет. Ескертіп, үйден кетіресің. Ешқандай мені кетпейді, Самат деп маған жалышты көрінбе. Кетеді үйден, кетеді, болды. Самат, өтінем сенен, өтінем. Екі оттың арасында қалған Ардақ не істерін білмей әбден қиналады.
бір жағынан кәмшаттың шектен шыққанын біліп күйеуінің айтқанымен келсе, бірақ жалғыз сіңілісінің жағдайын да жақсы түсінетін Ардақтан басқа арқа сүйер ешкім жоқ қой. Сол себепті сіңілісін қиын жағдайда қалдырғаны дұрыс болмас. Ардақ мұның шешімінде тапқан секілді. Жаным, Айта бермесін о проблеманы. Мазамды алдыңдар ғой уже. тыңдашы жаным. Менің бала көтере алмай жүргеніме біраз уақыт болды ғой. Енді бұдан менің не қатысым бар? Камшаттың баласын біз өзіміз